Енді міне сорлаған халық. Әнші десе, аңырап ән айтатын әнші десе, қазақтың өнері сол жаңа тыңқыл болды. Қазақ одан басқаны өнер деп білмейтін. 30 жылғы дұшпан құрдас. Сендерге мис, мен үшін мыстан құрдас. Естіп көріп отырғандар міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegramға бөлісіп, 60 апа 70 жезделеріңізге жеткізіңіздер. Америка құрама штаттарынан сөйлеп отырмыз. Бүгінгі әңгімеміздің өзекті тақырыбы қалай бақытты боламыз. Жер шарында қанша адам баласы болса, соның еш біреуі бақытсыз болайын деп ойламайды. Бәрінің бақытты болғысы бар. Бәрінің бай бақуатты өмір сүргісі бар. Әрине бұның ішіне анау Үндістандағы қаңғып жүріп, қайыршы болып, қайыр тілеп жүріп, өмір сүріп, өлгенде жәннатқа кірем дейтін бір ағымдағылар бар, оларды есепке алмағанда, бүкіл адам баласы бай бақуатты, ырғын, бай ашатты, ауру сырқаусыз өмір сүргісі келеді. Мәртебелі өмір сүргісі келеді. Бірақ сол адамның барлығы бақытты бола ма? Жоқ. Бақытты Құдай тағала қалаған адамына береді. Енді біз осы тақырыпты неге көтердік? Сіздер ойлап қалмаңыздар. Мынау қазақ тілді аудиторияда соңғы кезде ақыл айтқыш, бүгін сексепатолог, ертең сексолог болып, арғы күні психолог болып, оның арғы күні экономист болып, өзі қайыршы, өзі сұрамшақ, өзі елді миллионер қылам деп жүрген, өзі жезөкше елге ибалы келін болу туралы тәрбие айтатын, өзі зинақор ел жұртқа баланы қалай тәрбиелеу туралы әңгіме айтатын. Адамдардың курсқа қатыспайтын себептер бұл платный деген сылтау негізші. Ақша табу үшін жасап жатыр деп ойлайды. Иә, ол сылтау. Әйтпесе бір қатты бағада емес, үлкен не емес. Өткенде бір қарындасым маған кітап тегін бересіз ба деп. Біз кітап 3,5 мың теңге тұрады ғой, тегін бересіз ба деп. Осым ойландым, осы көрейінші осыны деп. Фотосын ашып барсам, апам жаңағы тойда жүр, кинотеатрда жүр, жаңағы. Или оның екі вариант, бір жігіті бар алып берді. Біреудің KFC-мен суретке түспейді ғой енді. KFC жеп отыр да. Біреудің гүлімен суретке түсуі мүмкін, иә. Или оның жігіті бар, или өзі алды да. Біздің нәрсе қадірсіз болады. Бұл енді мен ойлаймын, біз қашан қазақ кішкене осыған ақша жұмсап үйренеді, потому что бұл ақша деген еще ат ақша, иә? Андай нәрсе бар ғой, мысалы үшін ұят деген нәрсе болады, иә? Қараңыз. Мысалға, менің жұмысым ол адамдармен жұмыс. Және де көптеген жұмыстар ол адамдармен жұмыс келтіреді. Сол себептен мотивационный кітаптар, немесе мотивационный курстар, бай боласың, ойбай бауырым, бүйтіп кетесің, сөйтіп кетесің, сізге тек ешқандай пайдасы жоқ. Тек қана менің кеңесім, мен ойымша адамдарды жақсы зерттеу керек. Мен ойымша адамдарды прям жақсы зерттеу, және адамдарды зерттеу қиын, өйткені адамдардың да бір ашамас этаптар бар. Яғни, то есть оңай адамдар бар. Яғни оңай өздерін білдіртіп қоятын, оңай өздерінің ниеттерін білдіртетін деген сияқты. То есть оңай прям жаттайсың, түріне қарап прям оқисың сол адамның не істеп тұрғанын, немен ойлап тұрғанын. Ал білімді адамдар бар. Яғни білімнің майын ішіп алған адамдар, майын тамызып дейді ғой. Сондай адамдар да бар негізінде. Ондай адамдарды зерттеу бұл бір үлкен наука негізінде. Сонымен қоймай, өте көп бір қатар бизнесмен ағаларымыз бар. Мен соларға қатты қызығамын. Ол ағалар, кстати, ондай сабақтар жүргізбейді, бірақ ол ағалар өздерінің қалай байып кету жайында, байып кету керек жайында сабақтар бермейді. Неге? Өйткені ол үлкен кісілер мұқтаж емес қарапайым бұқара халықтың ақшасына. Ал Қуаныш Шоңбайда бұқара халық бір сауат алу үшін, яғни ақылы нелер бар да, сол ақыны сатып алу керек екен. Менің ойымша үлкен адамдар сатпас еді. Менің ойымша. Бірақ білімнің қаншалықты маңызды екенін айтатын болсақ, білім біздің туылғанымыздан қабірге дейін бұл бізге парыз етілген. Біз бұны ешқашан ұмытпайық. Және де тағы да бүгін әңгіме қозғағым келеді.
Қуаныш Шоңбай ағамыздың жұмыс жайлы айтқым келеді. Ол кісі типа айтады, сен маған ақша бер, мен саған қалай бай болу керек екенін үйретемін деген сияқты. Менің ойымша олай бай болып үйрене алмайтын сияқтымыз. Менің ойымша өмірдің ащы тұщысын көріп, өмірдің нәпсісіне сынып, прям өмірдің сабақтарынан өтіп, прям то есть неше түрлі қиындықтардан көріп, опық жеп, неше түрлі өмірден удар алып, жұдырық алып, сол кезде ғана адам істейтін сияқты, сол кезде адам бай болатын сияқты. Және кез келген новичок адам, то есть бір жаңа адам, хотя бы қалтасында капиталды 5-6 миллион болса да, ол бизнес ашқысы келсе де, менің ойымша ол адам деген, яғни бизнестен егер күймеген болса, бизнесте бір тәжірибесі болмаған болса, онда ол адам көп енді мүмкіндігі көп бойынша құрдымға кетіп қалуы мүмкін. Білем. Және де Қуаныш Шоңбайды малый бизнес иелері мүмкін ұнататын шығар. Яғни малый бизнес иесі болғысы келетін адамдар. Бірақ мен ешқашанда малый бизнес иесі болғым келмейді. Мысалға, мен өзімді айтатын болсам, мен әрқашанда үлкен бизнес иесі болып кетті. Яғни заводтардың үлкен қаншама жүздеген, 200 миллион долларлық обороты бар жұмыстардың иесі болғым келеді. Және Қазақстанға прям үлкен республикалық тұрғыдан бір несі тиетін, бір үлесі тиетін үлкен заповедниктер ашқым келеді. Әрине бұл менің армандарым, бұл менің жобаларым, және күнделікті түрде мен таңнан кешке жұмыс істеп жатқан жұмыстарым менің деген соны айта кетейін. Вот. Ал егер де сіздерде бизнесмен болғыларыңыз келсе, менің ойымша мана қағидаларды ұмытпаңыздар. Бұл менің жеке тәжірибемдегі қағида. Және де сонымен қоймай, тағы да қоса кететін жайттардың бірі, тыңдай білу керек адамдарды тыңдаңыздар, тыңдау білу керек екен. Яғни көп мотивационный кітаптар оқымаңыздар. Ойбай, богатый папа, бедный папа, мынау папа, мынандай бол, там, никогда не будь первым, там, никогда не будь вторым деген сияқты. Менің ойымша, ол кітаптардың сізге көмектесетіні бір аздау деймін. Менің ойымша, кітаптар деген сізге пайдалы болу үшін прям психологиялық тұрғыда, психология жанрда кітаптар болу керек. Мен мысалға кезінде осыдан шамамен 1,5-2 жыл бұрын мен Алматыға енді келген кезде, және де кедейдің күнін, және де мазлумның күнделікті түнін кешіп жүрген кезде мен қандай кітаптарды көп оқитынмын білесіздер? Мен адамдарды қатты тану үшін кітаптар оқитынмын. Яғни мен күнделікті психология кітаптар оқитынмын. Яғни подсознание влияет на все, подсознание қатысты біршама кітаптар, психологиялық кітаптар, адамдардың язык телосы, адамдардың там бет әлпетіне, мысалы адамда қанша, егер қателеспесем 30 немесе 50-ге шақты мышцы бар екен, мысалы беттердің өзінде, то есть әрбір жерде мына жерде бір қимылдағаннан қарап бір үкім шығаруға болады, және олаған қарама-қарсы әкелетін бір тағы да бір тұжырымдама бар екен басқа кітапта. Соны екіге бір қойып, там қайсысы дұрыс болады екен, бір үкім екінші үкімнің күшін жою мүмкін деген сияқты сондай зерттеулермен өскен адаммын негізінде. Және сол кітаптар маған бизнесте де, өмірде де, личный брендте де, яғни личный брендте адамдарға қалай манипуляция жасау, адамдарға қалай тигізу, прям адамдарға қалай даже, грубо говоря, бір поджоппен даже бір бетіне күліп қарап бір нәрсе айтып жіберіп ызаландырып жіберу, агрессияға шығару, тіпті бір журналисті прям тәжірибелі маманның өзін былай орнынан секіртіп жіберу. Яғни менің ойымша бұның барлығы тұнып тұрған манипуляция және психология деп ойлаймын. Жігіттер, вот, соны тыңдаңыздар. Және де бай болу үшін менің бір қағидаларына айтып кетейін, ол киім. Мен қанша кедей болсам да әрқашанда бай сияқты киінуге тырысатын. Секонд-хендқа барып, яғни одежда на вес дейді ғой, сояқтан алып бір андай бренді жоқ, ешқандай бренд жоқ, андай кофта алып, то есть ешкім білмесінші мынаның қандай бренд екенін, бірақ үстімде четко тұрсыншы деген сияқты, сондай менің қағидалардың бірі болатын. Бұл да өз рөлін ойнайды. Және как сказать, киім өте қатты маңызды. Мен кішкентай кезден бастап киімдердің фанаты болдым. Және де тағы да бір айтар кететінім, әрқашанда практика жасаңыздар. Өйткені практика сіз құрдымға айтасыз. Тілді үйренетін кезде тілдің үйрену барысында 70% оның астамы ол жұмыстың бәрі практика olur. Қазақстандағы сияқты курсқа барып, өйтіп оқып жазу емес, ол саған дым көмектеспейді, сен ешқандай тіл үйрене алмайсың, бауырым. Практика olur. Сол практика деген секілді тіл үйренудегі бизнесте де, немесе карьерада да, жұмыста да кез келген практиканы қатты қолға алу керек. Практиканы қолға алу деген, мысалы, менің жұмысым қандай? Мен әр күнде 10-20 адаммен танысып, просто так, то есть танысып, грубо говоря, қыздармен танысып, мен прям анализ жасайтынмын, прям зерттеу жасайтынмын, тырысатынмын, бір кезде оқи алмаймын оны, бір кезде оқи алам, вот, понимаете? Вот сондай қызықтай кезеңдерді бастан кешірген болатынбыз біз деген.
және де сіздердің тағы да сұрақтарыңызды мен көріп жатырмын күнде. Мен күнде сұрақтарыңызды көріп қуанып жатырмын. Мен күн сайын сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын, маңызды сұрақтарыңызға көкейіңізде жатқан. Және де бүгін деген біз өте қымбат отельге келдік. Соны бұйырса осы отельден кетіп қалғаннан кейін ғана көрсетеміз сіздерге. Сіздермен Бекзат Жандаров сау саламатта кездесіп жүздескенше. Өзі ұры, өзі қарақшы, халыққа имандылық туралы әңгіме айтатын. Өзі албасты, екі аяқты шайтан, бірақ халыққа дін, уағыз жүргізетін. Мынау менің ұстазым бар, ұстазымыз бәріміздің, еліміздің ұстазы ғой ол кісі. Әбдіжаппар ұстазымыз бар ғой. Сол кісі керемет дұға жасайтын. Дұға жасаған кезінде тыңдап отыратынбыз ғой қасында. Сонда айтады: "Я Алла, елімізге, мына мұсылмандарға зиян беріп жатқандар қарасай не дейді?" Біріншісі. Осының бәрін қаған Қайрат Сатыбалды ағайындар. Мен 2005-тен бері оның қызметшісімін. Бұл мүфтияттікі. Альхамдулилля, Қайрат, Алла өміріңе берекеттер берсін. Өміріңе берекеттер берсін. Бүкіл Алла өміріңді ұзақ қылсын. Мерейіңді биік қылсын. Анаңның саған, отбасыңның қандай дуа-тілектер болса, артығымен берсін. Сендей Саматтай ұлды қалдырған Сатыбалды ағаның арманы жоқ. Тәңірім, егеменді еліміздің еңсесін биік қыл. Егеменді елдің еңсесін иманмен, ынтымақпен биік қыл, Тәңірім. Тәңірім, қияметке шейін халқымыздың көк туын желбірет. Елбасымыз Қазақстанның тұғырын құрды. Елбасымыз қандай армандаған болса, артығымен бер, Тәңірім. Елбасымыздың отбасы кеп отыр, Тәңірім. Бұлардың ынтымақтарын берік қыл. Рызқыларын кең қыл. Мерейлерін биік қыл, Раббым. Жүректеріне қандай армандар болса, артығымен берген. Осы ислам орталығына, Сарыағаш колледж медресесіне қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Тәңірім, сенің дініңе жәрдем бергендерге жәрдем бер. Сенің дініңді қуаттағандарды қуатта. Сенің дініңе тосқындық мақшы болғандарды жермен жексен қыл. Аллахумма солли аля Мухаммади ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидул мажид. О Раббым, және сенен жалбарынамын. Қайраттың өмірін ұзақ қыл, денін сау қыл, отбасына, туған туысқандарына құт береке бер. Жүректеріндегі қандай дуа-тілектер болса, артығымен бер. Өзі ұры, өзі қарақшы, халыққа имандылық туралы әңгіме айтатын. Өзі албасты, екі аяқты шайтан, бірақ халыққа дін, уағыз жүргізетін. Неше түрлі сұмдық, сұрқия өзі қазақ қоғамында қаптап кетті. Мынау Инстаграм деген бәлені аша қалсаң, енді одан мен көп отырмаймын емес, отырмаймын. Көбінеке жаңа менің келіншегім қарайды. Енді ол Инстаграмдағы сойқандар мен сұрқиялықтарды көргенде, анау жаңа бүкіл елге ақыл айтып байытын, бүкіл елді ой бірдемде менеджер, бизнес, жаңағы бірдеңе жасайтын тренинг, жаттықтырғыш дейма. Енді бұл қазақ өзі не байпақ тіге алмайды, не дамбал тіге алмайды. Бірақ бұл қазақ бизнес дегенді алаяқтық деп біліп қалды. Бұл қазақтың санасына бизнес десе, сол ана қазақтың қалтасынан 1000 теңге, мына қазақтың қалтасынан 10.000 теңге қағып, 10.000 қазақты жинап алып, содан өзі жаңағы бір айдың ішінде 10 миллион доллар жинап алып отырса, сол бизнес екен. Ол тағы өзі алаяқ болғанымен қоймай, жұртқа алаяқ болуды дәртпейді. Оған анау басында грамм үй жоқ біздің аталмыш аңырап ән айтатын жұлдыздарымыз қосылды. Одан олар лотерея ойнатқыш болды. Конечно, оны деген, әрине оны деген мен білем, тіпті мысалға 100.000 теңге, 500.000 теңге, миллион теңге ойнап жатады мысалға жұлдыздарша. Мен білем ол бағдарлама, ол предложение қалай жұмыс істейтінін. Просто өзінің фейковый аккаунтын ашып дайындап қоясың да, мысалға, допустим, туысқан бір адамға айтасың, жігіттер Каспий Голдтан дайындап қойыңдар, өтірік қуанасыңдар, өтірік маған отзыв жібересіңдер деймін. И мен тұрамын да, оның несін ссылкасын бүйтіп қоямын да, өйтіп рандомно бүйтіп айналып счетчик айналып жатады, и стоп деген кезде именно менің сол таныс адам шығады, понимаете, подставной адам.
или даже прямой эфирді қосып, прямой эфирді мысалы 30 егерін білу үшін мысалы прямой эфир қосқан кезде де прямой эфирді бүйтіп жайлап пауза қойып қойып та сразу не істеп алуға болады, өзінің адаматты қойып қойуға, немесе бір техникалық ақауларға байланысты деп. Көпшілік арманына сенді, бәлкім Ернар арқылы оған тезірек жеткісі де келді. Сондықтан болар тіптен билет алу үшін соңғы тиынында санап берді. Қымбат төрт көлікпен Алматының қақ ортасындағы бір бөлмелі пәтер түстеріне де кірген болар. Тәтті қиял, бірақ сәтте күл болғасын сан соққандар енді сүйікті әншісінің күйдіріп кеткеніне қапалы. Балаңды дін оқыту үшін әрбір ата-ана ойлан. Ертең бір жаңағы маубас мүлгіген Шүкірбай тәубешіл, мына ұлты отанын ойламайтын, ана қазақтың қандары мен батырларын білмейді, бірақ ана арап ана төбеге сүйді, мына арап мына төбеге тышты деп, соның бәрін жатқа айтып беретін, бірақ Абылайхан кім болды, Қабанбай кім болды, айта алмайтын, сондай бір жаңа догмат, бір миы айналған біреу болып қалмасын. Қазағым дегенде жүрегін жұлып беретін, қазағым десе жүрегін жұлып беретін, қазағым десе керек десе өлімге дайын болатын, ұлтының басына келген барлық ауыр мәселеде кеудегеріп алға шығатын, сол өзі оқыған дінді, яғни Құдайдың ақиқатын өмірде ісімен дәлелдейтіндер ғана дін оқысын да. Оған шамасы келмеді ма? Болды, оқымай-ақ сол физиканың Нобель сыйлығын алып, химияның Нобель сыйлығын алып жүре берсін, сонда жетеді. Екінші, ән, күй, би жолатпа. Айналайын, ән, күй, биге жолатпа. Адамның қоры болады ол. Адамның қоры болады. Оны сол өзі бір Құдай жаратады өзі. Біреу оқытпай-ақ қой, оны өзі жаратады. Құдай жаратады өзі. Мына мен баяғыдағы жаңағы жаяу мұса, ақан серілерді айтып отырған жоқпын. Мына біздегі қазір ана фонограммамен айтып, бүйтіп былғақтап, жаңағы бөксесін былғақтатып, түлкі болып, құйрығын бұлаңдатып, жаңағы көзін ойнатып, ернін бұраңдатып, мынау жүретін әнші. Біздегі әншілердің көбі жаңағы атағын шыққанда сол алдымен бір крутой министрге ма, байға ма, бизнесменге ма, тоқал болу үшін сахнаға шығады, сосын жұлдыз болады, қылмыңдайды, сосын come on baby деп біреу тоқал қылады да болды. Бір кәте жалып береді, шетелге бір-ек қыдырады, сосын жоқ болады. Сосын одан ажырасады, одан байдан байға тиіп жүйткіп жүреді. Сосын түк ешқандай қадірі қалмағанда, әдеби туралы, отбасын сақтау туралы, 10-шы байдан ажырасып алып, енді отбасы туралы лекция оқып, елді Инстаграмда сабақ беріп, миларын ашытып отыра береді. Әнге жолатпаңдар. Нақтылы, жан бағатындай, мына дүниелігіне де, о дүниелігіне пайдалы кәсіп оқытыңдар. Балаң адам болсын десең, дұрыс бірден оқы. Қыз болатын болса, педагогика, медицина жаңағы, сол салаттарға бер. Ең жаман, құрыды, сорлы дегенде кемдеген аспаздыққа, тамаққа, неше түрлі тамақ, торт, салат жасайтынға бер. Ән оқытпаш. Ән биді оқытпа. Қор болады, қор болып кетеді. Өлгенде о дүниеде қор болады. Бұл дүниеде де қор болады. Өмірде де жақсы отбасында құрмайды. Әнші бейші күйшінің басқасын айтпа. Осы алдыңызда жүрген аталмыш жұлдыздың бақытты баяшатты болып, еркегі де қатыны да дұрыс өмір сүргені саусақпен санап айтып бер. Саусақ. Қанша пайыз екенін айта алмаймын, саусақпен. Олар реал өмірде де адам сияқты өмір сүрмейді. Қатыны да зинақор, еркегі де зинақор. Мына жаңағы екеуі бірігіп алып сахнада айтып жүрсе, ойбай, махаббат екен деме. Ана қатын ана жақта ішіп былығып жүргенде, еркегі мына жақта былығып жүр. Нағыз хайуандар, бірақ сахнаға шығып, жаным, күнім, махаббатым, деп аңырайды да отырады. Әртіс ол, реал өмірде әртіс. Ол ертең Құдайдың алдына барғанда ол қалай болады, оны Құдай біледі. Жағдай қысқасы жеңіл болмайды. Енді мен бұл жерде бәрін айтпаймын, көп сансы. Бәрін айтпаймын, көп сансы. Сол жаңағы тойда аңыраған деген күтеді, міндетті түрде бір қошамет, қолпаш күтеді. Автоматты түрде оның сол өнері, кәсібі соған елдер қошамет. Сосын сол елдің қошаметі жаңа құлды бәрекелді өлтіреді дейді ғой. Сол елдің қошаметіне аламын деп, сол ең соңында ешік кеміп кетеді баяғы. Сондықтан мынау қошамет, құлды қошамет өлтіреді, құлды бәрекел өлтіреді. Сол кісінің алақанына қарамайтын, жаңағы жынды болмайтын, бір арын сатпай, ұятын сатпай, жан бағатын бірдеңені үйретіңдер балаларына.
Арымыз таза, кешірім сұрасын деген талап па? Мен түсінгенім. Дина, арымыз таза, бетіміз ашық болғаннан кейін біз Айбек екеумізде жалғыз келген жоқпыз. Ана алаяқтар лотерея өткізіп жүрген деген естігеннен кейін біз ұйымдастырушыларымызды барлығын алып, міне деп елдің алдына келіп отырмыз. Егер алаяқ болса қашып кетпейміз ба? Лотерея бізде жоқ дейсіз, иә? Әндер өтпей жатса не істеу керек білесіз? Не істеу керек? Бизнес жасамай ән жазу керек. Айгүл Иманбаева, сіз ақша талап еткіңіз келсе, бүйтейік. Мен ресми түрде сізді 200 деп айтамын. Мен ресми түрде сізбен даже нейтральный поляда, яғни Нұрсұлтан Құрман болсын бәрібір. Нейтральный поляда мен сізбен кездесіп, және конструктивті түрде мен сізге аргументтерді көрсетуге дайынмын. Вот. Шегіртке келетін болсақ, мен былай айтқым келеді. Айгүл Иманбаева сонау Астарлықатқа барып, несе бүйтіп интервью бергенше құрсын, бір керемет бір ән жазсайшы, былай Астарлықат айтады, типа, мен лотерея жасаймын дейді, альбомды сатамын дейді. Неге сатасың десе, айтады, енді мен әнімді тыңдатқызым келеді ғой дейді. Сен соны сатқан өзде де әнің тыңдалмайды. Соңғы 5 ай бұрын шыққан клипін көрем. Соңғы 5 ай бұрын шыққан клипінде 100 000 просмотр. Айналайын қарақтарыма, менің просто так бүйтіп отырып интервью бергенім 700 000, 800 000 просмотр жайды, кішкентай бір кішігірім аккаунттарда YouTube'та ше. Және тағы да айта кететін. Айеке, құлағын кесіп отырсың маған. КТК-дағы 2 миллион просмотр жинады. Егер по просмотрам если будет следно, просмотр жайында айтпай ақ қояйын. 5 ай бұрын жасаған түсірілген клипін көрдіңіз ба? Кімнің? Айгүл Иманбаева. Жоқ, ол YouTube'дан көрген жоқ, былай көрген, былай теледидардан көрдім. Где это качок фитнестан? Иә, Акбар деген жігіт, иә. Акбар деген жігіт. Айгүл Иманбаева нешеде? Білмеймін, ол кісі нешеде. Қырықтан кеткен кісі ғой. Айгүл Иманбаева 22-25 жастар Акбар деген фитнес тренермен андай қалай айтсам болады, оның денесін қайта көрсете береді да клипте. Мен такой бар Айгүл Иманбаева иманды, инабатты қазақтың қалай айтсам бетке ұстар әйелі деп білеміз, дұрыс па? Эстрада жұлдызы деп білеміз. Алайда оның жасап отырған клип, оның өзі хайп қой. Айгүл Иманбаева не имеет права о хайпе говорить, потому что она сама хайпится. Хотя мне позволено хайповать, а ей нет, потому что оның құндылықтар бар ғой. Оның деген қалай айтсам болады, өзінің жасаған өнерлері бар, мысалы, оның ондай хайп жасауға құқығы жоқ, өйткені халық түсінбейді. Бір качокты 20 жастар өзінен 20 жастар. Түсіндім, ойыңды түсіндім, бірақ ол жерде осы бағдарлама барысында сол клипке байланысты мен оқиғаны білем. Басқа бір жігіт түсу керек болады. Келмей қалды ма, сондай амал жоқ. Соның орнына сол Акбар шақыра салды деймін. Сондай болды деп естідім мен. Негізі. Енді ақпарат ол да енді жауап беру керек қой бұл айып үшін. Мен солай естідім. Басқа бір жігіт түсу керек еді, бірақ болмағаннан кейін амал жоқ. Сол Акбарды шақырды. Өйткені Акбармен жақын араласамыз. Сол қалада болды дегеннен кейін шақырды деп естідім мен ақпарат көздерін. Мықты екен әйтеуір 20 жасар бір баламен кәдімгідей біз қаншама еңбекті жасаймыз. Әлеуметтік ортада Айдос Сарымның бетіне қаратып, бұлыш еткізіп, бір тар жұмыртқа лақтырса, және онысын видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жарияласа, $10 000 сыйақы беруге уәде беремін. Және бұл уәдемді Қазақстан Республикасында диктаторлық, фашистік, дара билеушілік, Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе аударылып, Қазақстан еркін демократиялы елге айналған кезде, елге оралған сәтімде бірден уәдемді орындауға кепілдік беремін. Бір тал жұмыртқа $10 000. Екіншісі, біреу бір жыртыңдаған әнші сымақ, қара қарға оттап, Ресей күштел бола береді дейма, сол сияқты путиншілдік, ресейшілдік, импершілдік, құлдық, орыс құлдық санадағы сөзін жариялапты. Ендеше осы сұмырай әнші сымақ қара қарғаға бір тал жұмыртқа атқан қазақтың азаматына әр жұмыртқасы үшін $1000 сыйақы беремін. Уәдем уәде. Қазақстан ертең Назарбаевтық, Тоқаевтық, фашистік, диктатуралық, номенклатуралық, дара билеушілік, советтік, коммунистік, отарлық жүйеден құтылып, адал, таза азаматтар басқаратын демократиялық елге айналатындығы шүбәсіз. Сол заманда орыс құлдар шетінен биліктен кетіп, нағыз прогрессивті, алға басар демократ жастар билікке келеді. Мен мынау фашистік бағыттағы, отаршылдық бағыттағы, тәуелсіз елдің жеріне баса көктеп кіріп, қалаларын қиратып, бейкүнә халықты, әсіресе қорғансыз әйелдер мен балаларды, қарттарды өлтіріп жатқан, қалаларын зымыранмен атқылап жатқан
путиншілдікті, орысшылдықты, ресейшілдікті, мәскеушілдікті дәріптейтін, құлдық санадан, орыс құлдық санадан, имперлік санадан арылмаған, сол импершілдікті дәріптейтін басыбайлы құлдарға қарата өзімнің күресімді жариялаймын. Атым Серікжан Біләшұлы, дәл қазір міне Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтон шаһарынан сөйлеп отырмын. Бірнеше сағат бұрын Нью-Йорктан Вашингтонға жеттім. Уәдем уәде, сөзім сөз. Азамат ретінде уәде беремін. Екеуіне жұмыртқа атқандардың бағасын жарияладым, қайталамаймын. Айдос Сарымға $10,000, анау Қара Қарғаға $1000. Әнші Сымаққа. Видеоға түсіресіздер, таратасыздар. Уәдем уәде, ертең барлықтарыңызға әр жұмыртқаңыздың санына қарап отырып, сыйақы тағайындаймыз. Әдемі орындағандарға, супер орындағандарға, керемет жақсы жасап әлеуметтік желіде халықтың, қазақтың ашу ызасын бейнелеп көрсете алғандарға үстеме сыйақы беретінімізді жариялаймыз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Бұл видеоны тоқтаусыз, үздіксіз таратыңыздар. Сосын анау немде дейді анау? Мотивация жасайтын класс, бизнеске үйрететін класс, анау есерсоқ маймыл кім еді анау? Кембінің иті. Нұрсиланың класын тыңдайды екен, қайтып бай боласың. Нұрсила өзі бай болмасын çalды мен. Оның ана компания, мына компания өтірік. Робот жасайтын компаниям бар дейді. Бір робот шығарып па, бір робот есек, робот шошқа жасап па? Жоқ ол. Бәрі өтірік, өтіріктен алдайды. Кембінің шығарып қойған иті, сол жаңағы маймылғы билетіп қойған жаңағы солар. Сол мен қазақтар түсінбеймін, сондай класстарды тыңдап жаңағы. Бүйтіп жазыпты, айналайын ағасы көп жасағы сізден өтініш, мына қазақтарды нұрландырған нұр телевидениедегі ит қаншық, яғни Дина Төлепберген деген арсыз жезөкшенің астарлы ақиқатқа қазақ қоғамындағы ең сорақы кейіпкерлерді, яғни гейлерді, өз қайнатасымен төсектес болғандарды, әйелінен таяқ жеген жігерсіздерді елге, қоғамға күні бір тиын жезөкше, қанғыз, қаншық иттерді, әнші Сымақ болғысы келген сорлыларды танымал қылып бітті дейді. Мен оны білмейді екем, жаңағы журналистіңді көрмейді екем, ол телевизионда көрмейді екем. Мен телевизор қарамаймын, мен телевизор көрмегеніме бір 17 жыл, 18 жыл болып қалды. Көрмеймін телевизорды. Енді қазір ара тұра бір Фейсбукте көріп қоямын, ұлттық арнада бір бақсы біреу жүр ғой, қолын сөйтіп бүйтіп, өзі сол жын кірген ба, ана мәселені, мына мәселені көтерген болып, өзі. Ол да рұқсат алған лицензионный болып тұр ғой жаңағы. Анау 9 қабаттан секірген, 3 баласымен секірген әйел туралы айтып жаңағы. Аты кім еді білмеймін, оның да атын білмеймін. Ол бір бақсы ұстап жаңағы, бүйтіп, өзі. Қылығына қарап адам ұялады екен, бүйтіп. Бір-екі рет тыңдадым. Ондай бағдарламаларға алданбаңыздар. Оның барлығы халықтың санасын улайды, көтеруге тиісті мәселені көтермейді. Сол жаңағы гейлер, қайнатасымен төсектес болған, анау-мынау клиент сөйтіп, қара халықты телевизордың алдынан шыға алмайтын қылып наркоздайды, зомбилайды. Оған ешқашан сенбеңдер. Сосын анау телеарналарда, нұр телеарналарда, нұр Қазақстандағы, нұр журналистер, нұр тілші, нұр блогерлердің бәрі лицензионный. Бәрі лицензионный. Олар сондай тақырыптарды әдейі көтеріп, ұлтшылғы өзін жасақтағысы келеді. Ал шын мәнде, шын нағыз тақырыпты көтермейді олар. Қытайда қорлық көрген қазақтар туралы ләм-мим деп аузын ашпайды. Консулдың алдында 300 күнге жоқ, міне ереуіл өткізіп, Қытайда қамалған, нақақ қамалған туыстарының өлі тірісін біле алмай пикет өткізіп жүрген апалар, қарындастар туралы ләм-мим демейді, бір ауыз сөз айтпайды. Міне, олардың барлығына лицензия беріп қойған, шектеулі шеңбер сызып берген, осы шеңбердің ішінде өресіңдер дейді. Мына қораның ішінде өресіңдер, мына қорадан аттап шықсаңдар, өлесіңдер дейді. Олар қораның ішінде өретін иттер болды. Одан олар лотерея ойнатқыш болды.
YouTube'da short video бар дейді, 15 секунд дей ма, 20, соған бүйтіп сөйлеш, анау әншілер бүйтіп көтенін былғаңдатып, бөксесін былғаңдатып сөйлейді, ойбай ол қит болады, миллион көріледі дегеннен кейін осы миымды жеп қоймай қойды інілерім. Содан кеше қысқа анау Инстаграмда да сөйледім, 15 секунд екен, енді құмарың қанбай қалады екен, 15 секундта не құмарың қанады? Оны сөйлей берсем, ассалаумағалейкум қалың елім қазағым дегенде 20 секунд болып кетеді екен, өшіріп тастап. Сонымен сөйледім, Инстаграмда да сөйледім, Ютубта да сөйледім, Фейсбукта да сөйледім. Рил дейді екен ғой, R-E-E-L. Ода мына Ютубта шорт видео дейме, оны да сөйледім. Ой, болмайды екен о затың. Ол қысқа нәрсе, бір адамның құмарын қандырмайды екен ол. 15 секунд. Украинаның 2389 баласын орыстар барымталап алыпты дегенімше бітті де қалды. Енді сөйтім, олар айтқан миллион көріле ма десем, жоқ, ол көрілмейді екен. Бұл ел қандай видеоны миллион көреді екен десем, сол әншілер алдына торт бірдеңесін жайып ап, жаңағы анау әнші қатындар бүйтіп бүйік туфлиін алып шығып, байым маған мынандай туфли алып берді, $20,000 дейді деп, соны мақтанса, соны миллион қазақ көреді екен. Құдай-о, менің миым жетпейді. Сондай қазаққа да миым жетпейді. Біреу туфлиін мақтапты, бір есерсоқ көкмей әнші қатын. Енді ода құдай грамм ми бермеген, тек мына жақ не беріп қойған, дауыс беріп қойған. Екінші бір есерсоқ көкмей жаңағы атала жынды, ол бір жеп отырған тамағын, үйін, кәтежін, жаңа қазақтың тойына барып, мына даңғада есерсоқ, есірік қазақтар осы әншілерді шақырады, соның тойына барып, одан ақша табады. Бір тойдан жаңа $1000, бір түнде жаңа 10 тойды аралайды, $10,000 тауып қайтады екен әншілерің. Сон бүйтіп, жаңа үйін көрсетіп, міне жерге көлчік бассейн сап жатырмын, міне мал тап жатырмын, міне Италияда жүрмін, міне Турцияда Анкарадан сәлем, Анадолыдан сәлем десе, қазақ деген ол Украинаның орсын, соғысы құрысын, анау Анталияда, өзі Анталияда жүрген құсап, өзі сол Истанбулда жүрген құсап, анаумен бірге соны 10 миллион қазақ көреткен. Одан бір көкбас байдан байға жүйткіген қатын қалың қыз келіншектерді жиып алады екен. Өз байдан байға жүйткіп 4-ші байына ма 5-ші байына тиіп жатқан. Сол енді бақытты отбасын құру туралы ақыл айтса, жындылар соның 1 сағатын 10.000 теңгеге сатып алады екен. Ойбай, менің миымнан түтін шығып кетті. Қайтып, осындай деңгейде қалай көкмей болуға болады? Ойбай. Байдан байға жүйткіген өзінде ұстанымда жоқ, жаңағы бар. Қайдағы жаңағы есерсоқ рекеттердің маймылы болып алдында жаңағы әнін айтып билеп, сол рекеттердің ана өткендегі қаңтардың қырғынында қолы қазақтың қанына балған рекеттердің маймылы болып жүрген, солар ақыл айтады екен қазақтың қыз келіншектеріне. Бақытты отбасы құру туралы. Бақытты отбасы құру не айтады сол? Мен құсап 5 байға тией деп айтама, бір байың жақпай қалса, ана 1-ші байым былай еді, 2-ші байым былай, 3-ші байым 1-ші байымнан міне жер ұқсайды, 4-ші байымның 2-ші байыма міне жер ұқсайды деп отыр. Сол ма тыңдайтын лекцияларын? Мен бір тиын сұрамай-ақ, бір тиын алмай лекцияны жіберем ғой, осы. Мен ақ тыңдаңдаршы осы. Бақытты отбасы құру туралы мен де лекция ашайын ба? Тегін, бәрін банкрот қыламын ғой деймін тегін. Енді міне сорлаған халық. Әнші десе, аңырап ән айтатын әнші десе, әнші десе, аңырап ән айтатын әнші десе, бұл қазақ құдай деп біледі. Қазақтың өнер сол жаңа тыңқыл болды. Қазақ одан басқан өнер деп білмейтін. 30 жылғы дұшпан құрдас. Сендерге мис, мен үшін мұстан құрдас. Қазақ одан басқан өнер деп білмейтін сорлы бейшара халыққа айналдық. Енді осы халықты қалай бақытты қыласың? Кім бақытты қылады? Бұл халық өткенде біреу iPhone берем десе, Астанада Құдай сақтасын 1-2 мың адам жиналып, ана Ақорданың есі шығып кетіп, сөйсе олар митингіші, пикетші емес, жай iPhone үшін, нәпсі үшін жанталасқан бір топ қазақ екен. Мынау елді жер сатқызбаймыз деп бір 1000 қазақтың басын қоса алмай жатқанда, қазақтар отаныңды сатқалы жатыр, ұлың құл болады, қызың күң болады деп көзінен қанды жас ағып, еңірегенде етегі толы бұлтшылдар жылап жатқанда, бұл қазақ селт етпегенде,
Енді анау басын ашып қарасаң бүйтіп, грамм миы жоқ, тек аңыраған дауысы бар, жылтыраған беті бар, қалың сұрқия сойқан әнші, жаңағы бақсы бәлгер, соның бәріне бұл қазақ алданады. Енді осы халық қалай бақытты болады? Қайткенде мынау америкалықтар сияқты, қайткенде мынау өскен өркендеген еуропалықтар сияқты, қайткенде мынау ақылды дамыған, өндірісі, өнеркәсібі бар Жапон, Корея сияқты, Аустралия, Жаңа Зеландия сияқты, осындай бір адам сияқты өмір сүретін деңгейге бұл қазақ жете ма, жетпей ма, өстіп, жүнжеп, жабақ ішіп, тоз топалаңа шығып, өстіп құрып кетеміз ба? Қазақ тілді Фейсбукты, қазақ тілді Инстаграмды ашаудан қорқасың ғой. Тек теріс ақпарат, анда біреуді зорлап кеткен, мында бір педофилді зорлап кеткен, анда бір педофилді кешіріммен түрмеден босатқалы жатыр. Түрмеден босатқыш болсаң, анау қазақтың ұлтшыл азаматтарын босатпайсың ба? Бір жағымды жаңалық жоқ. Анда бір завод салыныпты деп естімейсің. Мында бір қазақ кәсіп ашыпты деп естімейсің. Мында мына жерде біреу жаңалық жаратыпты деп естімейсің. Жоқ, тек теріс ақпарат. Оң нәрсе естімейсің. Содан ана Түркияда жүрген кезінде жаздым ғой, айналайын қазақтар елден бір жағымды жаңалық айтыңдаршы, бір естіп жүрек сүйінсін дейсің. Жоқ. Жағымды жаңалық жоқ. Ал енді осы ел қалай бақытты болады? Қалай бақытты болады? Анау Алла деп тозақпен қорқытып, жаңағы адамдарды мына дүниені тәркі қылып тастап, болды, ол дүниеде жәннат болады, жәннатқа кірсең жаңа қордың қызы болады. Қанша қатын дейді, қор қызы деген бір керемет. Ол қандай қыз? Айты 30-дан береді дей ма, ол заманда шаршамайсың дей ма, ол заманда қордың қызын алып жасаң, сенің мына дүниедегі жаңа күн көрсетпейтін қатының қызғанбай қала ма? Жоқ, Алла тағала ол заманға барғанда сенің жәннатқа кіретін қатыныңның миына бір артық программа қойып қойып, ол сразу қызғанбайтын болып кете ма? Сөйтіп бізді тәркі дүние қылып, ана өлгеннен кейінгі дүниеге сілекейімізді шұбыртып, ол сілекейің аққаның үстіне ағып, бұл дүниеде сорлап бейшара болып жүресің. Ана жақта қордың қызы бар, әшейін ала бересің. Ол жақта кредит жоқ көрінеді. Ол жаңа 30 ба 40 ба қордың қызынаса, оның бәріне үй салудың керегі жоқ сияқты. Ол жақта жеміс жеп жүре бересің дейді. Мен айтам, ет бар ма, қымыз бар ма, сорпа бар ма деп сұрайым. Ет болмаса, қымыз болмаса қалай жүресің деп қоям. Енді молдекеңдер сөйтіп айтады, сөйтіп тәркі дүние болып, бұл қазақ мына дүниеден тойып, тәркі дүние болып, жаңа 1000 сектаға 1000 дінге бөлініп быт-шыт болып ол жүр. Мына адамның ішіндегі бір дұрыстаулары ол дүниесін ойлайды ғой, сол ол дүниесін ойлайды деген, Құдайдан, жаратушыдан қорқады дегеннің өзі сөйтіп тәркі дүние болып, мына жақта біреу өртеніп жатса қарамайды. Оны аңсап, ана 30 қордың қызын 30 тоқалын алып, 30 тоқалымен қалай төсектес болатынын қиялдап ол кетті. Мына жақта біреу кетті мына ағымға. Ол ана жақта біреу суға құтқарыңдар десе құлағын бітеп алып, ол да қиялдан мына тоңқаңдап намазын оқып жәннатын аңсап ол кетті. Мына жақтан біреу кетті крестіне шоқынып. Мына жақтан біреу кетті жаңағы жәннатқа төте баратын тағы бір сектаның жолын іздеп сөйтіп міне. Ал алаяғың анау бүкіл әнші, күйші, ақын, сақын, жұлдыз, бақсы, бәлгерің әйтеу бүкіл елге ақыл айтқыш. Ол ақылдар тегін емес тағы да. Тегін емес. Сонда бұл қазақты қалай бақытты қылуға болады? Бітті. Қазір қазақ дейтін халықтан бір жүрекке жылылық беретін, құлағың естіп, денең бір рақаттанатын, бір жағымды жаңалық естімейсің. Міне асылдарымыз кетіп жатыр. Міне Ескендір ағамыз кетіпті. Мен кәдімгідей қайғырдым. Ескендір ағамыз кетті, Қабдеш атамыз кетті. Қабдеш Жұмәділов, анау қандай керемет шығармашылығымен кетті. Жаркен Бөдеш кетті, міне туған жер туралы жырын айтып. Шығыс Түркістан туралы, Шығыс Түркістанға өлеңмен ескерткіш қойған Жаркен Бөдеш кетті. Қазақтың Шығыс Түркістан туралы Жаркендей жырлаған ақын жоғау кетті. Кені кеше Оспан Батырдың шахид болған күнін еске алды, қайғырып отырып. Осының бәрін ойлап отырсаң, енді ол кету бар ғой, келмек бар да кету бар. Оны енді жасырар жоқ. Бірақ мына тірі жүрген қазақтарды айтайықшы.
тірі жүрген қазақтар. Ендеше әңгімеміздің өзегі осы жерде. Бүгіннен осы әңгімеміздің тура осы түйіннен бастап, әлгіннен бері өзіміз айтқан сұрақтарға өзіміз жауап берейік. Қазір міне 131 адам көріп отыр екенсіздер. Бөлісіп тастаңыздар, шана сілтеме дейтін жерін ашсаңыздар, анау YouTube-ке кірсеңіздер, сол YouTube-тың анау бір оң жағынан санағанда ең астыңғысының анау бір музыка плей дейтін жерін ашсаңыздар, сол плей дейтін жерінде не тұрады әгі? Қисық стрелка тұрады, мен айтам қисық стрелка. Оның аты не екенін де білмеймін. Соған кірсеңіздер, содан ары қарай аласыздар да, ел жұртқа қарай бөлісіп жіберіңіздер, болды. Сонымен ел жұрттың бәрі кірсін, тамыр таныс жора жолдастың бәріне үгіттеп, насихаттап, топқа кіргістіңіздер. Біз мынау жаңадан ашылған каналымызда, бұл каналымызды кеше атын өзгерттік айтпақшы. Бұрын латын жазумен, қазақтың латын жазумен аттан қазақ деп жазатымыз. Қ деген жаңағы белі болған Q, ағылшынша Q. Аттан қазақ деп жазатымыз. Енді соның атын өзгертті. Мына елдер аттан қазақ десе елдің бәрі Амантай қажыны есін алып кетеді екен. Содан бұның атын бір елге қысқа нұсқа қолайлы болсын дедік те, қазір енді ақыштамыз ғой, ақыш деп қоя салдық. Ары қарай тағы басқа бір аттарды ойлап табармыз жаңа. Бірден адамның миына бірден тұратын жаңа. Аттан қазақ деп кеше бір атамыз қоңырау шалды. Аттан қазақ десем жоқ қой деп, ол атама мен латынша деп, әйтеу жарым сағат айғайлап жүріп, әйтеу біраз бірдеңкені түсіндірген болдық. Сөйтіп атам әрең тауып каналымызда кірді. Енді мен өзі бала күнімізде мені шал дейтін сол бала күннен қалған дүние. Енді осы ақсақалдармен көп сөйлесеміз, үлкен кісілермен көп сөйлесеміз. Мынау каналымыздың атын ақыш деп өзгерді, кирилл жазумен. А-Қ-Ш болды, үш ағарып. Ақыш, А-Қ-Ш, ақыш, үш ағарып. Осыған баяғы кіріп алып енді кәдімгідей әңгімелесіп, сұхбаттасып отырайық. Енді міне қазір мен де сілтемемді біраз жерге бөлісіп тастадым. Білмеймін ары қарай қанша жерге кетті. Бөлісіп тастадым біраз жерге. Сіздерге де барған шығар енді. Бұны өздеріңіз жаңағы бөлісіп тастап ары қарай кетейік болды енді. Жақсы, 171 адам болыпсыздар. Ендеше әңгімемізді айтайық. Бақытты болу үшін басқа бақытты адамдар, бақытты елдер, бақытты қауымдар қалай өмір сүріп жатыр, соған қарайық. Біз тыңнан бір Марсқа ұшып кетіп, басқа бір планетаға барып, орысы жоқ, Қытай жоқ, бюрократы жоқ, жауыз ұры-қарысы жоқ, өзіміз кілгізең жақсы қазақтар барып алып, жылқымызды, қойымызды апарып ап, киіз үйімізді тігіп ап, қымыз ішіп, қалаулайлым деп, өсегімізді айтып, қызғуар жасап, көкпар тартып, өйтіп бір өмір сүре алмаймыз. Біз мынау жер шарындамыз. Құдай тағала бізді басқа мынау қалың жауыздармен, империалистермен, сатанист коммунистермен алыссын деп Қытай мен орыстың ортасына қойып қойған амалымыз жоқ. Енді сол ақыр заман болып, қиямет қайым болып, мынау дүниені Құдай тағала жаңағы флешкіні хард дискті форматтағандай форматтап тасталқан шығарып, содан кейін бізді тезірек жәннатқа кіргізіп жібергенше сізбен біз енді үміттіміз ғой, жәннаттан үміттеніп, тозақтан қорқып, жаңағы бір оң жағымызға қарап жәннатты аңсап, жасырмаймын жаңағы қордың қыздарын аңсап, екінші жағымызға қарап тозақтан қорқып өмір сүретін мұсылманбыз. Бірақ екі дүниені екі қолымызға тең ұстаймыз. Мына дүниені де, о дүниені де. Кешегі менің мұсылмандарға айтқан қатты сынымнан бір қатты діндар ақсақал ағамыз бар еді. Маған кәдімгі етіп, ой, пырай, балағай, анау, ақсақал, енді осы адамның бір дұрыстауы ақиретінен, ол дүниелігінен қорқатындары дінге келеді. Мейлі қай дінге келсе де бір дінге келеді. Ал адамның жаңағы ең сұмырайы дінсіз болады. Дінсіз кім? Ол жаңағы атеистер, құдайсыздар, коммунистер, сайтандар, олар дінсіз болады. Маған десе ешкіні құдай деп табынсын, ол оның өз таңдауы. Бірақ әйтеу
бір жаратушыдан қорықты ма, ол адамның ішіндегі жақсы. Сосын ары қарай енді оның наным сенімінің қаншалық деңгейлігі, тақуалығының, сол өзі Құдай деп білетін хикмет күш жүйесіне қаншалық адалдығы, тақуалығы, соған қарап айырармыз енді. Енді жаңағы айтамыз да, жаңағы атамызға, сен сонша неге мұсылмандар жерден алып жерге салдың дейді. Сосын айттым, мұсылмандар бақытты ма десем, жоқ, мына дүниеде бақытсыз дейді. Ол кісі тағы бір сөз айтады, бізді бұл дүниеге, бізді мұсылманның қызығы ол дүниеде, бізді бұл дүниеде азап көруге жіберген дейді. Қай Құранда, қай Құранның қайсы аятында, қайсы хадисте жазыпты деймін. Кім дәлелдейді соны? Бұл дүниеге мұсылман тек азап көрсін, қорлық көрсін, тек ол дүниеде ғана жақсылық көреді деген. Мынауымыз мен оққан Будданың номдарында айтылады ғой. Будданың жаңағы шарықтаған, тәпсірлеген, номдарын тәпсірлеген кітаптарда бұл дүние азап дейді. Қытай тілінде аққанда рэншэн кухай дейді. Анам жаңағы Амитаба деп бүйтіп отыратында жаңағы айтады. Бүйтіп отыратында рэншэн кухай деп. Ол мына дүниені тәркі қылып жіберді. Буддизмді қарасаң философия. Сакьямониді бәрін жаңа оқыдық қой, шемішкедей шағы, бұл неге сөйтті, бұл адамдар неге бұл нанымға нанды, неге 2 миллиардтан жуық адам, мынау Тайланд, мынау Үндістан, мынау Қытай, мынау Жапон тәріс неге бұған нанды деп мен кәдімгідей оны зерттедім ғой, өз бетіммен айдалада жүріп, сонда зерттейтімін, Інжілді оқитынмын, Тауратты оқитынмын, параларым сөйтіп зерттейтін. Ал енді кеше мұсылмандарға сын айтып қап екенбіз, ең жақсы көретін деген бір ақсақалдың өзі маған ренжіңкіреп тұрды. Әй, сын айтпайық. Жүрекпен өстіп сорлап жаңағы. Кемшілігімізді айтпай жаңағы. Бүкіл өмір тек жаңағы әшейін мешітке бар, ашамайды жу, намазымды оқып болды, садақа зекет бер, жаңағы молдалардың айтқанына мүлгіп отырайық онда. Мына елді кім мынау елді ұстау керек, кім патриотизмді, ұлтшылдықты дәріптеу керек. Мынау жау келсе, Қытай келсе, мына жағымыздан орыс келіп тұр. Мына Иранның міне соғыс ашам деп әне тұр. Иранмен сол бір тілдегі бір жаңағы наным сенімдегі тәжігің тұр, тәжіктің артында Қытай тұр. Мынау қырғызға тиісіп, міне қырып жатыр қырғыздың ауылын. Қырғызды қорықпа деп орыс тұр. Міне Орта Азияда Қытайдың бастайтын соғысының бір шеті басталды. Сонда ертең жау келді, соғыс келді. Отырайық қой, мешітке кіріп алып, бәрін алақанды жайып, мені қорға деп қайта тахажуд оқып, қайта нәпіл оқып, жылап отырайық па онда? Жоқ, мына әншілерді жібереміз ба? Домбырамен ана жауды ән айтып ұйықтата тұр, бізді 30 жыл ұйықтаттың ғой. Тіпті одан да бәленбай ғасыр ұйықтаттың ғой, қаулайлым деп ана айтыс ақындарын жібереміз ба? Ана жау шекараға келген жауға ән айтсаң, олар да біз ұқсап тыңдап, бүйтіп ұйықтап қалады деп әншілерді жіберейік. Жоқ, Бекболатты жіберейік па? Қарға деп. Қарға кері қайтарып жіберші деп Бекболатты жіберейік па? Не істейік? Жау дронымен, жаңағы несімен келсе, не істейік онда? Өткенде анау бір тақуа діндар бауырымыздан сұрадық. Жоңғар шапты дейік елдің шетіне. Жау келді. Сонда қажылыққа бару парыз ба десем, парыз ол. Парыз деп бекітті, бітті, парыз. Жау келсе де қажылық. Сонда жоңғар сенің атанаң, туыс туған, құда жекжаш, үш жұртың, өз жұртың, қайын жұртың, нағаш жұртың қанадай қырып жатыр, сен қажылық парыз деп кетесің ба деймін ғой. Кетем дейді. Мынау Қытай жау ғой бізге, қазір қырып жатыр. Не халқыңды қырып жатыр? Идеологиясымен қырып жатыр, ауруымен қырып жатыр, улы азық-түлігімен қырып жатыр, пара, бюрократия, коррупциямен жаулап еліңді қырып жатыр. Сенің анау аталмыш халық сайламаған, бірақ біреу сайлап қойған депутаттарың Қытайға қолайлы заңды шығарып жатыр. Міне? Біз ал болмаса, 2020-ның януарының 1-ші күні ойбайды салдық қой. Қытайда сұмдық ауру тарады, аты белгісіз өкпе қабыну. Осыдан сақтаныңдар, шекараны жабыңдар деп 1 януарда айғайладық. Ал 3 айдан кейін барып қазақ есін жейді, ол кезде қырылып жатты. Неге? Бізде отырған кімдер?
Ұрғарлар ғой сол. Ол ана ұрдап, анан 10-ші тоқалында кортеж беру керек. Анау 20-ші көңілдесіне Дубайдан жаңағы квартира алып беру керек. Ана біреу 30-ші тоқалы біреумен былығып қойыпты. Енді оны өлтіру керек. О біздегілер әшейін тегін ақша, қырғын дүние. Халықты кім ойлайды? Қазақты кім ойлайды? Амандығын кім ойлайды? Міне, анау январдың 1-інде, 2020-ның 1-інде менің аузыма жаңағы тігілген жыртып тастап пробациялық бақылауым аяқтай салған күні ауру тарап жатыр, сұмдық табыл қазақ сақтан деп тұр ғой міне. Біздің анау жабылған YouTube каналымызға кірсеңіздер тұр. Ол канал айтпақшы жабылды дегенде шілдеге дейін видео сала алмаймыз. Болды. Бірақ ескі видеолар тұр. Жаламен жабылды. Мүлде өтірік жаласын жапты, қайта-қайта бәрін дәлелдеп тойтарып тастап отырып, ең соңында бізді апелляцияға бере алмайтын қып, қарсы шағымдан алмайтын қып жапты да тастады. Міне. Неге? Қытайдағы Қытай зұлымдығына, фашизміне қарсы тұрдық, Қазақстанда Қытай экспансиясына қарсы тұрдық, жерді сатпасын дедік, болды. Барды да бір YouTube-тың фирмасында істейтін біреуге мә деді, болды. Біздің қазақ соған шебер ғой, басқа ештеңе қолынан келмейді. Мә деді, болды. Сонымен бір сылтау іздеп жүріп тауып 2018 жылғы бір видеодан бәле тауып алып, сонымен жаба салды. Авторлық құқық патенттеп. 2018 жылға видеодан тауып алды. Ал бұл қазақ қалай бақытты болайық? Елді, жерді, халықты қалай бақытты қыламыз? Көріп отырсыздар ма, тыңдап отырсыздар ма, естіп отырсыздар ма? 261 адам көріп отыр екенсіздер. Бөлісіп тастаңыздар, Facebook'қа бөлісіп тастаңыздар, YouTube'қа бөлісіп тастаңыздар. Сосын мынау астында анау подписация деген тұр ғой, тіркелу деген тұр. Жаңа жазылу деген тұр, тіркелу. Ағылшынша registration тұр. Соған астына тіркеліп қойыңыздар. Сонда біздің жаңа видеоларымыз шыққанда бірден телефоныңызға жаңа бара қояды. Анау дауысы шығып тұрған қоңыраудың белгісін үстіңгі жаңғысын талдап қойсаңыз, ол бірден біз жаңа видеоны жариялағанда жаңа сыңғыр етіп сізге дауыс бара қояды. Ендеше әңгімені арыдан бастайық. Кеше келіншегіммен сөйлесіп отырмын. Өзі Америка туралы сұхбаттасып отырмын. Содан бұл Америка неғып өстіп мықты болды дейді ғой. Америка неғып өстіп мықты болды дейді. Енді жас қой. Менен көп кішкентай, өте көп кішкентай. Сосын енді түсіндіру керек болды. Енді тарихты ол да біледі, бірақ енді менің түсіндіргенім басқашалау. Содан әңгіме айттық. Америка болмас еді, егер ода сауатты азаматтар ұйымдаспағанда. Америка кәдімгі күнбатпас империя деген Ұлыбританияның отары болатын. Жаулап алды. Олар Американы таппас еді, егер Осман Түркі империясы Еуропа мен Азияның ортасынан бөліп тастап, бүкіл Еуразияны қамтыған империя құрып жатпағанда. Олар аңсады, Еуропа бері қарай аса алмады. Осман Түркі империясының салығы күшті болды түріктердің. Ол Осман Түркі империяның енді жасырары жоқ. Біраз дүниені жаулады, бірақ кеме жаса, мынау дүние қайда, Үндістан қайда, Қытай қайда, Қытайдың шегінде жатқан мұсылмандар қайда деп олар да бас қатырмады. Олардың да анау Сұлтан Сүлеймен деген киноны көріп отырып, әлемге әйгілі бір сұлтанды көремін ба деп, ана үйғамақта көремін ғой ананы. Бекзат Мақсұтханның қызы бар, Ақерке екеуміз телевизордың пультына таласып қаламыз. Ол мультик көрем дейді. Мен Сұлтан Сүлейменді ара тұра көремін, мен көп телевизор көрмеймін. Бірақ сол Сұлтан Сүлейменді әйтеуір ара тұра көрем. Бір әлемге әйгілі бір императорды, бір түрік халқынан шыққан императорды көрем бе десем, әйтеуір бір қора қатын алып ап, сол қалың қатынның миын жеп отырған бір шалды ғана көрдім болды. Көк көз қатын, сары қатын, қара қатын, қоңыр қатын, қалың қатын миын жеп, сол көп қатынның ішінде миы айран болып отырған бір шалды көрдім. Оны біз тарихта көрген бір сұмдық, бір супер, сондай бір күшті қуатты сұлтаннан көрі, қалың қатынның ішінде отырған миы ашыған бір шал сияқты қойған. Ол фильм нашар түсірген.
негізінде Сұлтан Сүлеймен ол түрік тарихындағы орны ерекше адам еді. Оны басқаша образдау керек еді. Енді былай қарап отырсаң, ағылшындар кеме жасап, тапқырлық жасап, кеменің ішіне жаңағы кәдімгі желкенмен жүру, жаңағы басқа да технология қаңғып жүріп мына Американы тапты. Ол кезде бұлардың ішінде деген қалың жабайылар жүрген, басына жаңағы құстың қауырсынын байлап алып, беліне тері не жапырақ байлап алып жүрген қалың. Содан бұл келді тапты Америка. Неге? Олар Азияға барамыз, Индияға, Қытайға барамыз деп Осман Түрік империясының қызыл бөрікті қалың әскерінен қорықты да өте алмады. Сонда мен ойлаймын, Осман Түрік империясы неғып Америкаға келмеді? Сондай күшті қуатты адамзат тарихындағы ең мықты империяны болды. Неге келмеді? Бұлай ол кезде түсінбейтінмін. Мен ол кезде жаңағы жастау кезіміз, сонда миым ашитын, неге Араб империясы Американы алмады? Неге Латын Америкадан бір құрттай жер мұсылман әлемі болып қалмады? Неге мынау солтүстік Америка құрлығы, оңтүстік Америка құрлығы, анау Аустралия, Жаңа Зеландия жақта мұсылмандар барып сол жерде дінін таратпады деп ойлайтынбыз. Неге біздің қазақтар сөйтіп кеме жасамады? Неге біз өстеп жаңа қойдың ішегін қуағашқа байлап тыңғыр етіп жүрдік? Неге қару жасамадық? Неге жаңағы басқа жерлерді жауламадық? Мына жауыз Қытай мен Орыстың ортасында ғасырлар бойы құл болып неге қалдық? Неге тек соғыстан көзіміз ашпады? Неге біз бір тыныштау, бір жерлерді жаңа өскен, өркендеген жақтан бір қалыпты көрші тауып, мысалы, көршің сұмырай Қытай, көршің сұмырай Орыс, ортадан қазақ қайбір оңады? Ойлашы, мынауыңда сұмырай, шығысыңдағы көршің, батысыңдағы көршің де сұмырай. Енді Орыс кеше ғана келген ғой, одан бұрын ол біздің құлымыз еді, мысалы. Деп ойлайсың ғой, сөйсек сол түріктерің сол енді жаулап алды, біраз шығыс Еуропаны жаулап алды, араб елдерін жаулап алды жаңағы. Енді қайтеді сол, сол кездегі енді былайынан қарасаң, ол арада кемеде несі бар? Зеңбірек жасап несі бар, кемеде несі бар? Болды енді, ана жердің 100 қыз сұлу қыз әкеп береді әшейін. Мына жақтан 100 қыз әкеп береді. Енді рахат қой, ордада жемістің шырынын ішіп, жамбастап жатып, ана сериалдарға қарасаң, ананы тоқалдыққа алып, ананың қылығы анадан тәтті, мынау мынадан сұлу, ананың тіпті назды, мынаның күлкісі әдемі, анау енді тіпті жаныңды қоймайды деп сол жүрді ғой бізде. Сол баяғы біздің тыңғыр-тыңғырдан асқан жоқ баяғы. Одан кейін біраз жасы қайтып, күші қайтып, кеткенде қайтеді. Болды, енді өлгенден кейін қайтадан жаңағы 18-20-дағы жігіт болады екенсің. Ол кезде жаңағы бәленбай еркектің қуатын береді екен, жәннат, бәлен бақша береді екен, түген қорғызы береді екен деп болды. Енді ары қарай ана шама кете бастағанда, ана жақты аңсап, шама барда жаңа қалың қатын қалыштан босамай, сонымен сорлап қалдық бекеміз деп ойлай беремін де. Бізде де жаңа бір сөз бар ғой, сарт байса тамсы алады, қазақ байса қатын алады деп. Бізде де сол жаңағы анау Бұқар жырау ма, Асан қайғы ма, есімде жоқ. Ай Абылай, Абылай, өзіңнен басқа хан жоқтай қымыз ішіп терілейсің дейтін бір өлең болушы еді ғой. Біз бала күнімізде естейтінбіз өлең кәдімгі. Ай Абылай, Абылай, өзіңнен басқа хан жоқтай қымыз ішіп терілейсің. Жаңа немене батысыңда бір ел бар, өзі сары, көзі көк, былшылдаған сөзі көп, қатыннан болған патшасы деп бір келетін бір өлеңдер бар болатын. Сонда ойлаймын да, сол Қазекең сол жаңағы сол қазақтың хандары да, сұлтандары да сол ол заманда міндет еді. Ана ескі тарихи жазбаларды қарасақ, әр сұлтандар міндет әр тайпадан қыз алып, сонымен сол тайпамен неке одақтастығы болады екен. Ол неке одақтастығы Еуропадағы князьдерде де, патшаларда да болды. Сонымен сол әшейін бәленбай қыз, бәленбай тайпа, бәленбай халықтың тоқалы, жаңағы өңкей жас қыздар, соныменен біз сол дүниенің қызығы сол екен деп отырдық па деймін да. Неге мына еуропалықтар, америкалықтар сияқты бір өсіп өніп өркендеп кетпеді? Сон жаңағы Америка туралы айтайық. Вашингтон деген біреу болды. Вашингтон, ол мынаған құмар емес екен.
Немесе жаңа қалың тоқал соқалға да құмар емес екен. Сол біреу сол екен. Екіншісі ол да сол ана ол дүниені аңсап, мына дүниені тәркі қылмапты. Ең бастысы, жаңа келіншегім айтып отырмын ғой, ең бастысы ол мына кемемен жүрсе 30 күн, тіпті кейде 60 күнде әрең жетеді Англияның кемесі, хаты. Неге мына жерде тұрмыз? Англиялықта бармыз, Ирландта бармыз, керек десең немісте бармыз. Мына бір тың құрлыққа келдік. Неге анау айдаладағы Еуропаның ар жағындағы бір құрттай аралдағы өзін өзі королмын, патшамын, патшайымын, ханшайымын деп жариялап алған біреуді тыңдаймыз. Оның баласы дүниеге келгенде неге патшайым болып келеді? Ол тіпті діннен сауаты жоқ, адамгершіліктен сауаты жоқ, дүниеден сауаты жоқ, тепе-теңдік туралы білмейтін, ол қалаған адамын соттағысы келсе, ол кінәлі кінәсізге қарамаса, ол жарылқағысы келсе жарылқаса, тәуелсіз сот жүйесі болмаса, ақтайтын адвокат болмаса, ұстайтын полиция, тергейтін прокуратура, жаңағы соттайтын сот болмаса, бұл қандай дүние болды? Ендеше адамның шексіз билігін шектейтін, біреуде шексіз билік болмайтын, бүкіл ұлттың, бүкіл халықтың миллиондаған адамның тағдырын бір адам, тіпті ол кейде оның баласы немесе оның ұрпағы топас болып қалуы мүмкін, тума жынды шығар, тума кемақыл шығар, не ішіп жеуден арыға бармайтын біреу шығар, басының IQ, миы, потенциалы төмен адам шығар. Неге соған бүкіл ұлттың, мемлекеттің тағдырын сеніп тапсырамыз дейді ғой. Онда не істеу керек? Ендеше бұл жерде үш билік бөліну керек. Үш билік. Ақпарат төртінші билік болу керек. Сот, судья тәуелсіз болу керек. Елді бастайтын адам ол ұрпақтан ұрпаққа жалғаспау керек. Яғни патшалық жүйеге қарсы болу керек. Мемлекетті басқаратын адам 4 жылдан 2 мәрте 8 жыл. Одан ары қарай бас алтын бір жері күміс болса да 2 мәртеден артық сайланбауы керек. Конституция тастай өзгермеуі керек. Ал сот жүйесі жаңағы елді басқаратын жүйеден тәуелсіз болу керек. Сот қаласа елді басқарып отырған басшылықты да басқару керек. Парламент президенттің билігін шектеу керек. Президент парламентті кез келген уақытта тарата алмау керек. Парламентті сайлау жолы әрбір халық өзі тіке дауыс беріп, немесе сол халықтар сайлаған өкілдер жанама дауыс беріп, елдің игі жақсыларын, әр елді мекеннің, әр ауылдың, ауданның, қаланың, елдің адамдары дауыс беріп, сайланған адамдар президентті шаужайлап отыру керек. Бұлай қарасаң көлікте рөл бар, мотор бар, генератор бар, аккумулятор бар, және тізгін бар, тормоз бар. Және жүргізетін доңғалақ бар. Ал енді ойла. Ода жанармай сандығы бар. Ол анау, мынау шырақ, пырақ, анау, мынау бәрін ойла. Мемлекет дегенде сондай. Ал енді неге соның барлығының тағдырын бір адамға сеніп тапсырып тастау керек? Міне осы ойды кім ойлады? Жаңағы Джордж Вашингтон деген кісі ойлады. Міне сол кісінің құрметіне Америка Құрама Штаттар дейтін елдің астанасын Вашингтон деп атады. Ол диктатор болғандығы үшін Вашингтон деген жоқ. Немесе оны біреу алып, болды сіздің атыңызда Вашингтон дей салайық деген жоқ. Бүкіл Америка халқы дауыс беріп, бүкіл сол халықтың игі жақсы беріп, бәлем ғасырдан бері бір адам өзгертейік деген ұсынысты да айтпай тұр. Міне тарихта қалатын шынайы халық мойындаған, өзінің халқы да мойындаған, өзге халық та мойындаған. Енді қияметке дейін, Құдай қалайды, Алла біледі, сол қияметке дейін Вашингтон болып қалатын шаһар сол. Ол әгі көзі түрсінде қойып, қорыққаннан қойып, жағатсып, жағымпазданып қойған емес. Оны кәдімгідей халық соның сол осындай әлемдегі алғашқылардың бірі болып, сайлаумен келетін, басшылықты сайлау арқылы қоятын, оны парламент, сенат, жаңа депутаттар, халық қалаулылары меңгеріп тиятын, президентте шексіз билік болмайтын, президент елді басқаратын, бірақ сайланып келетін, ал оның шексіз билік диктаторлық жолын парламент арқылы контролдайтын, сот тәуелсіз болатын, осындай бір керемет жүйені жаңағы сол Джордж Вашингтон және оның замандастары тауып шықты. Бірақ оған анау заманнан бәленбай жылдан халықты қанап, өзін жаңағы текті әулетпін деп, ақсүйекпін деп,
жаңа баласы туыла қалады, жаңа ханзада болып, ертең патша оны мынау мұрагерім болады десе, ол автомат түрде бүкіл елдің қазынасын ұстайды, армиясын да ұстайды, сотын да, судья, бәрін жалғыз өзі шешетін англиялық жүйеден Америка қалай бөлініп шықты? Қанды майдан шайқас. Олар Америка қылған молдалар емес, жаңағы отырып алып, дұға қылайық енді, дұға қылайық деп, немесе чоқынып бүйтіп, крестке чоқынып ойба, Құдай бізге жақсы Америка бере ғой деп, бүйтіп сұрап әкелген Америка емес. Ол қарекетпен болды. Мен бұл жерде тағы айтам, анау фанат молдекеңдерге тағы айтам. Дұғаның рөлін теріске шығарған жоқпын. Менің дұға туралы лекциямның 2 минуттығын тыңдамай, ана 2 сағаттығын тыңда. Мен сол лекциямда да дұғаның рөлін теріске шығарған жоқпын. Дұғаның шын екен рас, ғұламалардың дұғаны мойындаған рас деп тұрып айтам. Бірақ дұға тілеп қана отырып алма деймін. Суда бала ағып бара жатыр, секіріп түсең тізеңе елеті су. Бала шырылдап құтқар деп суға тұншығып бара жатыр. Дұға деп отырасың ба, секіріп түсіп құтқарасың. Анда біреудің үйі өртеніп жатыр, шыр-шыр етіп, құтқарыңдар деп жылап жатыр. Онда ашамайыңды жуып, 2 рақатын тахажжуд оқып, содан кейін барып құтқарасың ба? Жоқ, жүгіріп барып жалма-жан құтқарасың ба? Қарекет деп отырмын. Әрине дұға да керек, абсолютті керек. Бірақ қарекет. Мені әлден жаңағы менің сөзімді бүйтіп іздеп отырып, біз зарлағалы 5 жыл болды мына Қытай экспансиясы туралы, бауырлар туралы. Бір сөзімді естімей, менің бір айтқан сөзімнің 2 минуттығын қиып молдалар маған шабуыл жасап жатыр екен. Ей, Құдайдан қорқыңдар. Ақыретте қолымыз жағаларыңда кетеді. Сен бүгін Қытайдың экспансиясына қарсы тұрмадың, бірау сөз айтпадың, халықты көнпістікке, төзімді болуға, құл ретінде көнуге, жаңағы бір көзін ойбаса, екінші көзің бар тәуба қыл деуге, немесе бір қолын шауып тастаса, екінші қолың бар тәуба қыл үнсіз көн сен үйреттің ба? Мынау Қытай экспансиясына халықты қарсы қоймадың ба? Сен немесе кем дегенде, қазақ тұр орныңнан, жеріңді сатқызба деп сөзіңді айтпадың ба? Қайдағы шариғатты бұрмалап кеп халыққа апин сияқты, наркоз сияқты қылып халықты ұйықтатуға жұмыс жасадың ба? Ақиретте сен Қытай кафірлерімен, Қытай буддистерімен, Қытай мүшіріктерімен, Қытай коммунистерімен бірге тірілесің. Солардың сапында шығасың. Сөйтіп, Джордж Вашингтон мынау Америка деген елді жасап шықты. Англиямен соғысты кәдімгідей. Қанды майдан шайқас болды. Соғыссыз, шайқассыз, қан төгіссіз, бодаусыз, жан алып жан бермей ештеңе жоқ. Шайқаспен келді Америка. Молдалар тахажжуд оқып әкелген Америка емес. Христиандар шоқынып бере қойшы деп басқа ештеңеде қақысы жоқ, тек шіркеуіне кіріп ап, дұға сұрап, дұға жасап отырып келген Америка емес. Бұл кәдімгідей саясаткерлер, ұлтшыл азаматтар, әділетшіл, ақиқатшыл адамдар, турашыл адамдар, шыншыл адамдар, ұлтына, халқына, отанына, тіпті адамзатқа адал азаматтар жиналып қой. Мынау патшалық, мынау монархиядан, мынау дара билеушіліктен бір әулет, бір семья, бір отбасы, бір ғана соның айналасы, солардың құда жекжаты бүкіл байлықты, бүкіл адамның, бүкіл ұлттың тағдырын шешетін осы мына сұрқия жүйені құртайық деп, солар алысып, жұлысып отырып, мынау Америка дейтін елді құрып шықты. Және сол Джордж Вашингтонға не деді? Ол заманда да жағымпаз бар. Жағымпаздар бар. Мүмкін енді ол заманда шынай айтқан шығар. Вашингтон мырза, Джордж Вашингтон, сіз мына елді құрдыңыз, жоқтан бар жасадыңыз. Сіз енді өмір бойына президент болсаңызшы дейді ғой. Сонда Вашингтон айтады, өзім заңды жасап, өзім оны бұзсам, өзім демократияны орнатып, өзім оны монархия қылып өзім отырсам, артымдағылар оны мен сияқты орындамай ма? Қысқасы бас тартады. Джордж Вашингтон бас тартады. Болды. Міне, Америкада, міне содан бері 2 мәрте президент. Әулие болып кетті. Аспаннан жаңағы алтын жаудыр. Дұға оқып, қара суды теріс ағыз. Қандай болсаң ондай бол, 2 мәртеден артық президент болмайсың. Оның өз 4 жыл. Тіпті бүкіл қалып, жылап, еңіреп, сен арқылы езуіміз аққа жарды, езуімізде май ақты, сен енді отыра қойшы десе де, Американың конституциясы жол бермейді. 2 мәрте 4 жылдан
8 жыл отырады, бітті болды. Міне, демократия деген осы. Ал менің бұл жерде қайтсек бақытты боламыз деген тақырып қой. Вашингтонмен не қатысы деп ойлайсың. Серікжан әңгіме айтады, айландырып алып кеп, жаңағы 10 тарау 10 қармақ қылып қоям, сосын 10 қармағымды алып кеп бір жерге жиям, білесіздер. Логика солай, ойлау жүйе солай. Қазақтың бақытты болуымен, жеке сенімен біздің бақытты болуымызбен Джордж Вашингтонның не қатысы? Қатысы бар, үйрен, елікте. Бізге басқа формула жоқ. Осы америкалықтар қазір бүкіл Америкаға Құдай берген байлық, мейлі зауытынан келген, өндірісінен келген, мейлі мына ақыл парасатынан келген, мейлі Құдай жердің астына беріп қойған байлығынан келген байлықты Американың халқы содан тепе-тең рахаттанып отыр. Мемлекет салығын алады, салығын мемлекет халқына жұмсайды. Содан Американың халқының ішсе алдында, ішпесе артында езуінен май ағып, бақытты баяшатты өмір сүріп отыр. Жер шарындағы ең бақуатты халықтың бірі. Бұл жерде медицина, денсаулық проблема емес. Қоғамдық қамсыздандыру шешіліп қойылған. Пенсия, зейнетақы шешіліп қойған. Әйелдер, балалардың құқы шешіліп қойылған. Түрмесіне дейін жаңағы қамсыздандыру мәселесі қарастырылып қойған. Қоғамның ең төменгі жігі оған да қарастырып қойған. Ең жаңағы жоғарғы байып кеткен алпауыттарды жаңағы салықпенен меңгеру ол да қарастырған. Орта буржуазия өндіріс, оны қалай басқару меңгеру ол да шешіліп қойған. Бір мүліксіз дүниені жасап қойған. Адамдар үшін алғанда. Бұл жаңа илахи деңгейдегі мүлтіксіздік емес әрине. Бұл адам пенде. Сіз де сияқты, мен сияқты, жаңағы сен сияқты, мен сияқты қалың боққарындардан құралған адамилар үшін алғанда, солар үшін алған кездегі мүлтіксіз бірін-бірі бақылайтын, бірін-бірі тежеп меңгеріп отыратын жүйені жасап қойған. Сол жүйе, сол тәртіп мына әлемге демократия дегеннің не екендігін көрсетіп отыр. Әлемге ненің демократия екендігін көрсетіп отыр. Бақытты болу үшін халық соған лайық болу керек. Шыншыл болу керек, әділетшіл болу керек, күрескер болу керек. Ал әділетшіл болу ешқашан ойлама. Біреу келіп саған ұжымақ орнатып береді. Ешкім саған ұжымақ орнатып бермейді. Джордж Вашингтон да америкалықтардың ертөстік емес. Сол Джордж Вашингтон қалқып атқа қон, Ұлыбританияның құлдығынан құтылайық дегенде, ана Вашингтон деген біреу шығыпты ғой деп, қалған америкалықтар жастығын биік қойып жатқан жоқ. Қалған интеллигенті ерді, ақылдысы, парасаттысы, ұлтын, отанын ойлайтын, азаттықты ойлайтынның бәрі соның айналасына жиналды. Ана Джордж Вашингтонның өзі даусы бір түрлі екен, соның өзі беті жалпақ екен. Әй, сол ағылшын емес ау деймін. Çoта соның маған ұнамайды, атқа мінгенде қисайып алады деп өсек айтқан жоқ. Өсек айтқан жоқ. Тұлпар болды ма? Болды. Ол жүйрік болса, жорға болса, керемет, тұлпарлық қасиеті болса болды. Ол тебеген болса, атаң басы бар ма оның тебегендігінде? Сиыр сүтті болса болды. Ол саған сиырдың басқасы не керек? Қазақ сен мінсіз бір әулиені күтпеш әлемнен. Бір мінсіз бір ертөстікті, бір супер герой, бәрін қиратады, селиғандар азы. Қазақ ешкім жақпайды. Егер Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарды қазақтың ортасына жіберсе бар ғой, қазақтар оны баяғы арабтардан бұрын өлтіріп тастайды еді. Сен басты қатырмайшы осы. Сондықтан Құдай тағала оны анау сол пайғамбарлығын мойындайтын, және артынан еретін, жаңағы сол үшін кеудесін оққа төсейтін, соның сөзін бұлжытпай, өзгертпей, міне осы уақытқа дейін тастай қылып сақтап келе жатқан арабтарға жіберді, қазаққа жіберген жоқ. Неге? Сен біреуді мойындаған келмейді. Жаңа әзіл бар ғой, баяғыда бала күннен бар әзіл бар. Жапонға барып таңырқапты дейді бір қазақ. Не деген мықты халықсыңдар, сендердің бәрлерің бастарын керемет істей ма деп сұрапты дейді.
сөйтсе жапон айтады дейді, жоқ, біз IQ тексердік, басын адамның ақыл парасы. Бізде жапонның 10 жапон болса, соның 9 ақымақ, біреу ақылды болады деді. Деп. Соны жаңа қазақтан айтты, біз қазақтарда тексердік, сендерде 10 қазақ болатын болса депті, соның 9-ы ақылды, біреу ақымақ болады екен, IQ мына миы дамымаған деп. Деп қазақ талып қалған ғой. Талып қалған сол жерде. Содан артынан барып қазақ жарым күннен кейін есін жиып барып, онда сендер неге сендер бізден ақымақлықтарың көп екен, біздің ақылдымыз сендерден көп екен, неге сендер жапон болып бүкіл әлемге техниканы сатып, бай бақауатты болып құрттай жетті, астында бір грамм темір жоқ, 1 грамм алтын күмісің жоқ, бір тамшы мұнайың жоқ, аралда, құрттай аралда тұрсың, сиыспай бір-біріңмен күрішіп балық аулап жүр. Енді сендер не бүкіл әлемдегі ең мықты халық болдыңдар, біз әлемдегі ең сорлы бейшара халық болдық деп айтады дейді. Мәселе біздің 9 жапондық ақымақ болғанмен, ана бір ақылды жапондықты басшы қылады ғой депті. Және соның сөзімен жүреді депті. Ал сендер 9 қазақ ақылды, бір қазақ ақымақ болғанмен, 9 қазақта берекең жоқ. Біріңмен бірін қырқысасыңдар да ана бір ақымақты басшы қыласыңдар, сосын ол бытшыттарыңды шығарады депті. Міне. Сол әңгімеде жүйе бұл жерде. Егер бір техниканың мына бенті мен ана бенті тістесіп қалса, ол техника жүре ме? Бір заводта үлкен бент, үлкен шығыр, кіші шығыр, бірмен бір былай тістесіп қалды. Ол істей ме? Істемейді. Техника болып бүкіл бір жүйе істеп тұру үшін істеп. Біздегі жүйе қалай Қазақстанда? Өкпе тыныс ал дегенде өкпе тыныс алады. Бұйрық, номенклатуралық, советтік, бұйрықшылдық жүйе, әміршілдік жүйе. Өкпе тыныс алып жатқанда бүйрегің шіріп кетеді. Бүйрек жындысың ба, не болды сен? Мына суды тазалсаңшы мынау дегенде ана жақтан бауырың қатып болады. Ми мүлде баяғыда істемей қалады. Ал бізде бәрі өздігінен істейтін. Мысалы, адамның денесі хикмет қоя, мысалы, көзің өздігінен көріп тұр, іштігін бұйрық беріп тұрған жоқ. Құдай жаратқан бас, процесс бәрін істеп тұр. Құлағың өздігінен тыңдап тұр. Құлағымды ашып қояйыншы деп бүйтіп ашып, немесе көзімді ашайыншы деп ашып, мұрнымды іске қосайыншы деп мұрнымды іске қосып, зарядтап істейсің бе? Жоқ. Өкпемді қосайын, жаңағы өкпемді демалтып қойып, жоқ. Бәрі өздігінен істеп тұр, үйлесіп тұр, анау тынысын алып, қан өздігінен тарап тұр. Ол не? Құдайдың шексіз хикметімен адамды солай қылып жаратып қойды. Жүрекке таза қан бар, жаңағы бүкіл денеге артерия, веня болып айналып тұр, міне. Ал мемлекетте солай болу керек қой. Мемлекетте солай керек. Мына Американың тура біз 20 январда келдік. Америка деген елде 20 январда келдік. Жүйе істеп тұр. Ойбай, президент ауысып жатыр екен деп салданып қалған ештеңкесі жоқ. Бәрі істеп тұр. Тастай. Ауысқан кездегі жүйені қалай іске асырады, бәрін заңмен, механизммен жасаған. Тіпті Трамп кетіп бара жатып не дейді? Анау президент ауысатын кезде келесі президентке сервис жасайтын мекемеге бюджет бөлгізді. Неге? Бөлгізбесе оныкі қылмыс. Бөлгізді. Ол өзінің жұмысын келесі президентке дайындығын жасай береді. Міне тастайғы бәрін кім не істейді, кім қай жерге барып тұрады, кім қандай кезде нені істейді, бәрін тастайғы белгілеп қойған. Бірақ ауыз сөз. Жеке тұлға бақытты болу үшін ұлт бақытты болу керек. Жеке тұлға ұлты қан ішіп, қан жұтып, отанынан, еркіндігінен, территориясынан айырылып, жеке тұлға бақытты болмайды. Мен шетелдерде көп жүрген адамым. Мен қуанышты, бақытты өмір сүріп жүрген палестиндықтарды көрген жоқпын. Мен Америкада да палестиндықтарды көп көрдім. Қашып пісіп келді. Қаншаумен әңгімелесесің, олардың жүзінен өте сирек қуанышты көресің. Мен дәл қазір сириялықтарды көрген жоқпын. Бірақ 4000-5000 жылдық тарихы бар ескі қалалар қирандыға айналды. Мүттеге таласқан сол бірнеше шал-шауқан, тағына жармасып қалғандар, мүттелі топтар Сирияны тас-талқан қылды. Адамзат өркениетінің ең ескі шаһарлары бар еді. Быт-шыт, бүтін кірпіш қалмай қирады. Мүттелер таласы. Мен осы Америкада жүріп ирактықтарды көрдім. Олар да мемлекеттің жағдайын ойлап жылайды. Ирандар тіпті еңірегенде екетегі жасқа толады. Ал солардың
мен көрген жаңағы аталған Палестиндың да, Ирағың да, олардың ешқайсы жеке тұлға ретінде бір кіріптар, мұқтаж адамдар емес. Тірліктері бар, ресторандарын ашқан, бала шағасы оқып жатыр, жай сол өзінің отандастары жетпейтін жерде оқып жатыр. Адам жеке тұлға ретінде бақытты yaşапты, бірақ олардың ұлты бақытсыз болып тұр. Ұлты, отаны бақытсыз қалыптың жеке өзі бақытты болып та қарық болмайды. Сондықтан қазақтар жаппай бәріміз бақытты болғымыз келсе, бақытты өмір сүргіміз келсе, мына қоғамды, мемлекетті олауды ойланайық. Сен аттап бассаң 10 минут көлікті жүргізсең баратын жерде қонақ үй тұр Алматыда. Жезөкше қыздың жүзі тұр. Ол қыз кім? Ол қыз қазақтың қыздары. 30 жыл бойы Сайна мен Сейфуллинде қазақтың қыздары жезөкше болып тұрды. Қазір бәрін саунаға таратты. Қонақ үй тұр. Соған биліктің шамасы кемеді ме? Соған қазақ билігі сол жезөкшелікті тие алмады ма? Неге Түркияда тұрмайды? Неге Дубайда, Саудияда тұрмайды? Неге Нью-Йорктың көшесінде жоқ? Неге Вашингтонда жезөкшелердің көшесі жоқ? Неге Жапон, неге бүкіл қыздар жезөкше болып кетпейді мысалы? Бұл жерде біздің соны солай жасап қойып отырған сол жүйе соны көрмеске салды. Бүкіл интеллигенциялын көрмеске салды. Ал сол жезөкше қыз бүгін саған келін болмаса да ертең саған немереңе келін жаңағы қатын болады. Ол сол қоғамның өспесі, қатерлісігі, ол бәрібір айланып келеді. Кішкентай ғана қоғам. Сен сол қоғамды сен дұрыстамасаң, сен оңамасаң, ол айланып кеп түбі саған зиянын тигізеді. Ендеше әрбір қазақтың баласы, мынау мемлекетті дұрыстау үшін, әрбір қазақтың баласы сауатты болу керек. Яғни өзіндегі үрейді, жүрегіндегі жекешілікті, эгоны, үрейді, қорқақтықты, немесе селқостықты тастау керек. Әлгінде бір үндеу тастадық, жерді сатқызбаудың жолы деп. Әлгінде бір шеттеу жаққа шақырды бізді, ауызашарға барып қайттық. Біз осы сіздерден 11 сағат кейін артта жүреміз, 11 сағат артта. Жалпы Қазақстан, Алматы уақытынан, Астана уақытынан 11 сағат арттамыз. Сонда да үндеу тастадық. Жерді сатқызбаудың жолы туралы. Бір лекциямыз тұр, 2026 жылы қазақ жері сатылады деген лекциямыз тұр. 2026 жылы жер сатылады деген лекцияны тауып алыңыздар. Немесе жерді сатқызбаудың жолы деген лекцияны тауып оқыңыздар. Үндеу тастадық. Қалай сатқызбаймыз? Қайткенде жерді сатқызбауға болады. Оның амалы бар. Қарекет. Ал ол амал қалай? Оны да сол жоғары лекциямызда айттық. Бұл арада қайталамаймыз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Кеше каналдың атын өзгертті, қайтадан ақш. Ұшақ әріп. А-Қ-Ш. ақш. Америка құрама штаттарының қысқартындысы ақш деп тіркеді. Немесе латын жазуыменен аттан қазақ деп көрерсіздер. Немесе кирилл жазуымен ақш деп көрерсіздер. Қысқасы қайсы қолайыңызға жағады, сол ақш деп жазарсыз мүмкін көбірек. Себебі соған тоқтадық. Каналға кіріп, біздің жазылып каналымызға және таратушы болыңыз. Біздің Атажұрт Қазақ Human Rights каналымызды Қытайдың итаяғынан жуынды шетіндер арыз жазып жүріп жатқызды. Шілдеге дейін видео сала алмаймыз. Біздің ол жердегі бәленбай 100 мың тыңдарман көрерменіміз, бауырларымыз, тілектес, ниеттес, аға бауыр қарындастарымыз бізден көз жазып қалды. Ендеше сіз осы біздің каналдың сілтемесін таратыңыз. Андағы сол біздің ескі каналға комментарий жазыңыз. О жерде біздің бұлай көшіп кеткенімізді білмейтін елге мына каналға көшіп кел деп комментарийді бұрқыратыңыз. Мына каналымызды бүкіл өзіңіз бар WhatsApp, Telegram группаға салыңыз, Facebook'тың группаларына салыңыз. 60 апа 70 біздің каналды күттеңіз. Және олар міндетті түрде астындағы подписация дегенді басып, тіркелу дегенді, registration дегенді басып, біздің каналға тіркелсін. Сәлден кейін бір кесе шай ішіп алып, сіздерге тағы да осы қазақ қоғамындағы тағы бір басқа да маңызды мәселелер туралы әңгіме айтамыз.
бізбен бірге сұхбатта болыңыздар. Бәріміз аман сау болайық. Шексіз құдірет иесі, күллі кайнаттың, күллі әлемнің жалғыз ғана жаратушысы, шексіз ғылым иесі, шексіз байлық иесі, шексіз мейірім иесі, шексіз құдірет иесі, жаратушы жалғыз ғана бір Құдай сізді де, бізді де, баршамызды екі әлемде өзінің ең сүйіктілерінен қылсын. Екі әлемде де мәртебемізді үстем, жүзімізді жарық, еңсемізді биік қылсын. Әр қазақ турашыл, шыншыл, ақиқатшыл болайық. Аман болайық.